Сабақ алдындағы көңіл-күй. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Өткенді пысықтау. Да, до, ду, де, дала, дара, дауа, дақ, доп, дулат, дана. Әліппе пәні 1-ші сынып Д дыбысы және әрпі. Күтілетін нәтижелер. Тақырыбы мен иллюстрациясы бойынша мәтіннің мазмұнын болжайды, өз ойын білдіреді. Мұғалімнің қолдауымен мәтіннің сюжетті суреттің мазмұны бойынша сұрақ қоя алады. Сұраққа жауап береді. Сызба, модель, сурет, белгілер арқылы сөз, сөйлем, шағын мәтін құрастырады. Айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп және есту, есте сақтау арқылы жазады. Көркем жазу талаптарына жазу жолы, жол аралығын, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріптердің өзара байланыс элементтерін жазады. Оқулықпен жұмыс. Дос, достар, дауа, дода, дара, ардақ, долана, дуадақ, алды, салды, оқыды, отырды, тақты, сатты, тосты. Дос сырлас адам, қуанышта да, қиындықта да бірге болатын адам. Дода сайысқа түсу, дара жалғыз, ардақ адам аты, долана емдік шөп, дуадақ құс. Ойлан тап, мынау не? Мынау түйе құс. Мынау не? Мынау таңқурай. Мынау дала, дулат, дана, ардақ далада. Олар тату достар. Жарайсыздар балалар. Жаса, құрастыр. Мына жерде сөйлемдердің орындары ауысып кеткен, сол ауысып кеткен сөйлемдерді орын-орнына қойып, мәтін құрастырамыз. Қане балалар, қалай құрастырамыз? Мынау дала, дулат, дана, ардақ далада. Олар тату достар. Міне балалар, сіздер де осылай құрастырды деп ойлаймын. Жарайсыздар балалар. Сергіту сәті кім жылдам ойыны? Қане балалар, шапшаңдатып, тақтадағы сөздерді буындап оқып шығайық. Дала, дауа, доға, доғал, дода, доп, дулат, дархан, дақ, доп, доға, дана, дала. Айдана, данара, долана, дана, адам, адыр. Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Енді балалар, дәптермен жұмыс жүргізейік. Кітаптағы атасы дана адам деген сөйлемді әдемі қылып көшіріп жазасыздар. Мына жерде хаттар жазылған екен, сөйлемдерді дұрыс қойып, мәтін құрастырып жаз дейді. Яғни хаттар әр жерде орналасқан екен. Сол хаттарды біріктіріп, сөйлемдерді дұрыс қойып, мәтін құрастырайық. Қане балалар, қалай құрастырамыз? Дара адал дос, оның досы ардақ, ол досына қамқор. Өте жақсы. Міне балалар, құрастырған мәтінді жақсы етіп дәптерге жазып аламыз. Жаңа сөйлем бас әріппен басталып, соңына нүкте қойылады. Келесі сөйлем бас әріппен жазылады. Қызыл түс, бүгін сабақты мүлде түсінбедім. Сары түс, бүгін сабақты орташа түсіндім. Жасыл түс, бүгін сабақты жақсы түсіндім. Міне балалар, өздеріңіз бүгінгі сабақты қандай деңгейде түсіндіңіздер? Бір түсті алып, сол бойынша өздеріңізді бағалайсыздар. Жарайсыздар балалар. Бүгін балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Егер де сабақ түсінікті болса, бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңдар балалар. Зейіндерің ашылсын.